Шрек жай ғана мультфильм бе, әлде оның артында жасырылған ащы шындық бар ма? Бүгінгі видеода Шрек жайлы ең қорқынышты 7 теорияны айтып беретін боламын. Бәрі интернеттен алынған теориялар, достар. Видеоны соңына дейін көрейік. Бірінші теорияда Шректегі бүкіл кейіпкерлер ол Шректің басындағы қиялы ғана, достар. Иә, достар, Шректегі бүкіл кейіпкерлер, Ишек те, өзінің жақсы көрген жан-жары Фиона да оның басындағы қиялы ғана, достар. Тіпті Шректің өзі де қиялдан туындаған нәрсе болып саналады. Шрек негізінде адам, ол жай ғана адам емес, психологиялық ауытқуы бар адам. Ал бұл нәрсенің бәрі оның тек миында, қиялында ғана болып жатқан нәрселер, достар. Екінші теория бізде Фионаға байланысты болады. Неге Фиона деп отқан шығарсыздар, достар? Оны ертегіде Айдаһар қамалды күзетіп отыратын болса, бұл теорияда оны сиқыршы дуалап өзінің қамалында күзетіп отыр деген сөз. Яғни сиқыршы Фионаны дуалап қамалға қамап мәңгілік ұйқыға жіберген. Ал Фиона болса өзінің түсінде өмір сүріп жүр. Яғни Шрек, Ишек бәрі оның түсі ғана. Ал үшінші теорияда болса, біз көріп жүрген ертегі кейіпкерлері Мысық, Шрек, Ишек бәрі дуаланған болуы мүмкін. Яғни бұл дегеніміз бұның бәрі бұрында адам болған. Бірақ сол адамдардың арасынан жауыз сиқыршылар шығып, адамдарды сиқырлап осындай монстрларға айналдырып жүрген, достар. Бірақ соңында ол сиқыршыларды жойып жүрген. Ал кейбір монстрлар болса сол кейпінде қалып кеткен, достар. Ал төртінші теорияға келсек, бұл оқиға, яғни Шректің оқиғасы бұл бір адамның миында болып жатқан нәрсе, достар. Иә, достар, мына Шрек, Ишек, итке Мысық, Фиона бәрі бір адамның миында болып жатқан нәрсе. Яғни ол больницада комада жатқан адамның түсі болуы әбден мүмкін, достар. Ал кейбір теорияларда Шрек пен басқа да кейіпкерлер негізінде жауыз болған деп есептеледі. Яғни Шректің әлемінде өмір сүріп жүрген адамдар, монстрлар бұл жақта бүкілі жауыз болып қалады. Не үшін олар жауыз деп отқан шығарсыз? Себебі жауыз адамдар мен монстрлар қосылып, осы әлемдегі жақсы адамдарды қуып жүрген болатын, достар. Содан бері Шрек өмір сүріп жүрген әлемде тек қана жауыздық болды. Алтыншы теорияға келсек, достар, Шректің досы Исек пен Айдаһарды білеміз, достар, иә? Ол екеуі мультфильмде махаббат болып жүреді. Демек, олар бұрын адам болуы мүмкін, достар. Демек, Ишек пен адам бұрын адам болған, достар. Екеуі негізінде ерлі зайыпты болған, достар. Бірақ бір күні бір сиқыршы келіп екеуін дуалап тастаған деген теориялар бар, достар. Ең соңғы әрі қорқынышты теорияда Шрек бала кезінде тым қорқақ, тым әлсіз болған. Соны пайдаланып басқа балалар оны соққыға жыққылап, оны жылатып сол жерде қорлап тастайтын болған. Оған шыдай алмаған Шрек психологиялық аурумен ауырып қалады. Сонымен Шрек өсе келе өзіне операция жасауды ұсынады. Яғни ол өзін осындай монстрға айналдыруды дәрігерлерге барып өтінеді, достар. Дәрігерлер оған бірнеше рет отказ жасайды, бірақ соңында бәрібір ақша төлеп көндіріп алатын болады. Содан бері Шрек осындай монстр күйде жүрген деген теориялар бар, достар. Сіздерге бүгінгі 7 теория ұнады ма? Егер ұнаған болса, каналға тіркеліп видеоға лайк басып кетейік. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.